Қазақстанда даулы масс-медиа туралы заң жобасын Мәжіліс Сенатқа жолдады. Даулы да, жағымды да тұстары бар, түсіндірейін. Енді ақпарат құралдарында қазақ тіліндегі отандық контент көбейеді. Осы күнге дейінгі талап 50-50 болып, сол үлеспен ақпарат қазақ және орыс тілдерінде таралып келді. Ал енді контент үлесі 55-45% болады. Бұл талапты 2025 жылдан бастап енгізу қарастырылған. Ал 2027 жылдан кейін қазақ тіліндегі үлес 60%-ға жетеді екен. Шетелдік контентке келсек, отандық арналар оның үлесін 20%-дан 10%-ға дейін қысқартады. Тағы бір жағымды жаңалығы бар. Енді журналистер сауал жолдағанда билік органдары 5 күн ішінде жауап қатуға тиіс. Бұрын органдар мұндай сауалға 15 күн ішінде жауап беретін еді. Ал даулы тұсы мынау. Бұл нормада аккредитациясы жоқ шетелдік бақ пен оның журналистерінің жұмысына тыйым салу қарастырылған. Мысалы, жыл басында Сыртқы істер министрлігі Азаттық радиосының 30-дан аса журналистіне аккредитация бермейтінін мәлімдеген. Қоғам белсенділері мұны сөз еркіндігіне жасалған шабуыл деп бағалаған. Жаңалығы осы. Енді Сенаттың